Әнем достар, сіздермен бірге блогге бағалай дастан достар. Бүгінгі видеода үйде бар қолжетімді заттармен бутерброд жасайтын боламыз. Олсын нан, қияр, помидор, колбаса, сыр, кетчуп, майонез қажет болады. Кетчуп, майонезді араластырып аламыз. Соусымызды нанға жағып аламыз. Бутербродыңыз 5 минуттан кейін дайын болады. Біздің бутербродымыз дайын болды. Дәмі енді күшті. Сіздерге де жасап көруге кеңесімізді береміз. Сау болыңыздар достар.